Саламатсыздар ма? Бүгін біз дайындайтын тамақ бұл долма. Долмаға керек бізге пияз, күріш, ет. Пиязды майда қылып турлап аламыз да үшеуін араластырамыз. Ішіне приправа, туз салуды ұмытпаңыздар. Осылай жапырақты да суға 3 минутке салып, қайнаған суға жуаламыз. Оны төгіп тастап, кейін осылай бүктеп қазанға телеміз барлығын. Әдемі қылып орап тергеннен кейін үстін су салып жабамыз. Суымыз қайнап шығаннан кейін астын кішкентай қылып қазан қақпағын жабамыз. Қазанның суға да сондай тұз салынады. Осылай пісіп шыққаннан кейін іске аламыз. Осылай әдемі болып пісіп шығады. Бір күріші де шығып кетпеген, қараңыздар. Кейін сонымен ас болсын пісіріп көріңіздер. Осылай болып әдемі болып шығады. Мен каналыма тіркеліп, лайк, подписка басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар, рахмет.